Әссәламағалейкум. Мен бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі сары ірімшікті даярлайтын боламын. Оны көбінесе сүттің үстіне айранды құйып іріту арқылы даярлаған. Мен мұнда 1 литр сүт қышқыл тартқандықтан 1 литр сүтке 1,5 таза литр сүтті құйып, үстіне ірімшік мол болу үшін ақ ірімшікті 300-350 грамдай саламында оттың астын барынша ашып қоямын. Кейін қайнаған ірімшікті қадағалап бақылап жүргеніңіз дұрыс. Міне мынандай сары түске бояла бастаған кезінде үстіне қантын себеміз. 2,5 литр сүтке 100 грамм қант септім. Егер сіз қанты аздау болады, тәтті болғанын қаласаңыз, молырақ қант салсаңыз болады. Және де ірімшіктің асты жабысып күйіп кетпеуін бақылап отыруыңыз керек. Ірімшікті даярлап жатқан кезінде оны көп араластырудың керегі жоқ. Көп араластырған жағдайда ірімшіктің басы бірікпей қалуы мүмкін. Өздеріңіз байқағандай, сары суы тартыла бастады. Осы уақытта қасықтың көмегімен ірімшікті ортасына қарай жылжытып отырып, сары судың толықтай буланып кетуін қамтамасыз етеміз. Егер де дайын болған ірімшіктің басы бірікпей шашыраңқы болған жағдайда, ірімшікті дастарханға ұсынар алдында 1 немесе жарты сағат бұрын оны құрт тәрізді пішіндеп, тоңазытқыштың мұздатқыш бөлігіне салып, сәл қатқаннан кейін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Біздің YouTube арнамыз ұнаса тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Ұнаса löпілдеріңізді аямаңыздар. Өз пікірлеріңізді комментария бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Баршаңызға көп рахмет, аспаз анадан.